Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қамыры бойына майды сіңіріп алмайтындай сосиска тестені қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен әрине қамырын дайындап аламыз. Бұл қамыр бізде дрожжевой, жылы су қажет болады. Оған дрожжимізді салып және тұзымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы апара секілді сәл 2-3 минут күтсеңіз де болады. Егер жылдам дайындау қажет болса, бірден ұныңызды, сұйық майыңызды араластырып, қамырыңызды илеп тастауыңызға болады. Мінекей сұйық майымды құйғаннан кейін ұнымды салып, бірден жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламын. Бұл қамыр кем дегенде жылы жерде 30-45 минуттың ішінде көтерілетін болады. Мінекей қақпағын жауып, жылы жерге қойып қойдым. Сосиска тесте жасау үшін әрине сосиска қажет болады. Барлығын қабығынан тазалап дайындап аламыз. 45 минуттың ішінде осылай қамырым көтерілді, өте жұмсақ болып, қолыма жабысып қалмас үшін және тақтайға жабыспас үшін ұн себелеп алдым. Осылайша қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқалау етіп жайып шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде ескертетін жайт, қатты қалың қылып сосискаге орамаңыз, себебі майға пісу барысында орта жағы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті қамырды сәл жұқалау қылыңыз. Осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалау етіп жайып аламыз керекті қалыңдықта. Содан кейін пышақтың көмегімен ұзынша етіп кесіп шығатын боламыз. Негізгі бізде бар нәрсенің қадірін білмейміз деп, мына пышағым дұрыс кеспей жатыр. Оказывается, менде пицца кесетін арнайы кескіш бар екен. Соны алып кесіп едім, прям ыңғайлы болып шықты. Осылайша ұзын-ұзын етіп барлығын кесіп шығамыз. Мінекей дайын ұзынша қамырымызды сосискаге орай бастаймыз. Осылайша, егер де сіздің үйіңізде адам көп болатын болса, мен секілді бір сосисканы бірден орап тастамай, сосискаңызды екіге бөліп барып қана орасаңыз болады әбден. Осылайша екі шетін бір-біріне бекітеміз. Майға қуыру кезінде ашылып кетпеуі керек. Және де бір ескертетін жайт, осылайша орап болғаннан кейін қолдың көмегімен тақтайдың үстіне әрлі-берлі жүргізіп шықсаңыз, оралған жерлерінің барлығы бір-біріне бекітіліп, майға қуыру кезінде ашылып кетпейтін болады. Мінекей дәл осылай қайталасаңыз, өте әдемі болып шығады, біркелкі болып жабысады бір-біріне. Содан кейін қызып тұрған майыңызға барлығын бірден орналастырып, барлық жерінің қызарып пісуін қамтамасыз етіп қуырып алуыңыз қажет. Достар, отты қатты жақпаңыздар, жартылай отта пісіріп алыңыздар, себебі қамырыңыздың орта жағы сосиска тұрғандықтан піспей қалуы мүмкін. Сол себепті орташа отта пісіріп алуымыз қажет. Осылайша шанышқының көмегімен әрлі-берлі аударып, барлық жерін әдемі етіп қызартып қуырып аламыз. Бар болғаны осы, достар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сізбен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей келесі партиясын майға жіберіп жатырмын. Тоже самое барлық жерін қызартып қуырып алатын боламыз. Осылайша өз бойына майды сіңіріп алмайтын сосиска тестеміз дайын болды. Сондай дәмді болып шықты. Видеомды соңына дейін қарағаныңызға алғысымды айтамын.